Бүгін біз тоңазытқышта ұмытылып бара жатқан салат жапырақтарынан өте дәмді пайдалы смузи жасаймыз. Бізге қажет ингредиенттер: банан, салат жапырағы, кішкене лимон суы, алма, бір қасық мед және бір стакан су. Салат жапырақтарын саламыз ыдысымызға. Банан саламыз. Алма, содан кейін лимон суын кішкене сығып аламыз. Содан кейін бір шай қасық тәтті дәм беру үшін балдан саламыз. Үстіне бір стакан суды құямыз. Осыны әбден езіп аламыз. Салат жапырақтарының құрамында жасыл клетчатка бар. Бұл ас қорытуды жақсартады. Ал банан бізде калийдің қайнар көзі. Бұл жүрек жұмысын қолдайды. Алманың құрамындағы темір мен пектин денсаулығымызға пайдасын тигізеді. Және лимон суындағы витамин С метаболизмді жақсартып, смузидің дәмін аша түседі. Сөйтіп біз осындай дәмді дәруменге бай смузи жасаймыз. Балалар да жақсы көріп ішіп алады. Ас болсын. Дәмді.